орта білім, стоматология, дантист мамандығын бітірген. Кешкі малдан шаршап шалдығып, асымызды ішемізді қатар-қатар жатып демалып, таңертең ерте мал күтгендеуге шығамыз. Стейктің көкесі мені ғой. Мына қарап тұрған деп айтсам, ол 100% ғой. Көршінің қорасынан кіріп, сиырды көтеріп аю. Аяғын жерге тигізбей, базын артына алып барып жеген сек болды. 20 бастайыншан біреу де жоқ қой. Атқа тұрып, атқа мініп іздеуге шықсам, қасқыр тиісіпті. ...2017-ден 2021 жылға дейін Талдықорған қаласында стоматолог мамандығымен жұмыспен айналысқан. Одан кейін 2021 жылы қыста карантин салдарына байланысты осы жаққа келіп, осы өз шаруашылығымды дамытайын деген оймен осы ауылда қалдым. Ауылға келгеніме міне биыл 4-ші жыл болады. Сол себепті осы ауыл шаруашылығымен айналысқанды өзім жөн көрдім. Мен мына жаққа келу себебі, мен сол бұрынғы бала кезден көріп өстік қой бұл саланы. Осы бір, одан кейін осы қара шаңырақ, бұл шаңырақты атам, әкем, мен өзім келіп, династия дейді ғой, атадан балаға берілген. Ес білгелі осы салада жүргендіктен, мен бұрын 4 түліктің бәрі болатын, жылқыда, сиырда, қой шаруашылығы. Одан кейін себебі қазіргі таңда мына жақта қой бағу өте қиын, малшыда табылу қиын, сол себептен кішкене ірі қараға ауысқан жайым бар. Ойлаймын, келу себебі мен ең бірінші сол келіп, осы 1 жылдан кейін ғой жаңағы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев жастар бағдарламасымен 2,5% несие берілді. Сондай несиелер көп болса екен дейді. Көбісі ойлайды ғой, біз ауылға барамыз, қайтып күн көреміз. Не үйіміз жоқ, не жеріміз жоқ, мал жоқ, барған жалпақ тілмен айтқанда маңыраймыз дейді ғой. Айдалаға барып. Ол емес, сол кішкене көмек беріп, наоборот ауылға шақыру керек деп ойлаймын. Көмек, мемлекеттен көп көмек болса, жастар келеді деп ойлаймын. Ірі қара, мемлекеттен осы ірі қараға, сиыр малына ең көп көңіл аударылып, субсидия жағы тиімді болып тұр, өзекті мәселе сол. Одан кейін ет қазіргі таңда көбісі сұранысқа ие, сиыр малының еті. Оның ішінде асыл тұқымды ангус малы. Бірден өзім сол бағытқа ауысып келе жатырмын. Басында ең бірінші қазақи сиырдан басталынған. Осы биылмен 3-ші жыл асыл тұқымды бұқалы кеп қосылып, сол етті бағытпен жұмыс жасап, асылдандырып жатыр. 20-25 бас ірі қарамен басталынып, қазіргі таңда жақсы шүкір 60-70 басқа дейін шықты. Таза аналық. Көз алдымызда өскен ақадал мал болғаннан кейін аман алып қалуға тырысамыз төлдеген кезінде малдарды. Мал шаруасы жұт дейді ғой. Мал бір күндік жұт деп қазақ атамыз айтып кеткен ғой. Құдай сақтасын, аяқ астынан бір ауру, індет келетін болса, бір сәтте ғой. Қаншама мыңғырған малың болса да, бір-ақ сәтте жоқ болады. Табиғаттың түз тағысы дейміз ғой, қасқыр бар, аю бар. Мысалы, ерте көктемде күн кебеттерге жайылымға жіберсек, жылан шағу қаупі бар. Індет болды. 2017 жылы ғой, ауыз су деген ауру пайда болып, сиыр бүткіл жем, шөп, су түгіше алмай, ауыз қуысының бәрі. Стоматит деп айтамыз ғой, өз мамандығымен айтқанда. Сондай аурумен ауырып, бір шама сиыр қырылған болатын. Шөп тапшылығы ғой, қуаңшылық болып, шабындық полиямызда ойдағыдай шөп шықпай, сатып алдық шөп. Оның өзі қыс қатты болып, көктем уақыты созылды деп айтып жатады ғой. Бізде мысалы октябрьдің аяғы, қарашаның басынан бастап қыс басталып кетеді. Анау апрельдің 15-20-сына 6 ай қыс деп айтылады ғой. Көктем созылып кетіп, сол кезде кішкене мал шығыны болған өз басымда. Жылқы, сиыр. Биылғы таңда осы үйір жылқының ішінен жылқында бір індет шықты. Жас туылған құлындар төлдеп әп-әйбат болып жүреді. 1 ай, 2 айлық болғанда өзінен өзі қырылып жатыр. Осы мәселе кішкене. Мал өлгенде енді кішкене ішің ашиды ғой. Қаншама ағадал малың тегінден тегін өліп қалады. Кішкене өкініш болады, бірақ бас аман болсын дейміз дағы. Сүрейтін жағына сүре апарып қоямыз да дәл өмір сүре береміз.
Мал шаруашылығын көбіміз ауылмен, кең жайылыммен байланыстырамыз. Бірақ бүгінде бұл салада жаңаша ойлайтын, заманауи тәсілмен жұмыс істейтін жастар көбейіп келеді. Әдетте малшы дегенде елестейтін қарапайым бейне шын мәнінде жаңаша көзқарасқа ие мамандардың жанында түк емес. Бұл салада генетикадан бастап ветеринарияға дейін терең білім қажет. Мұны бүгінде жастардың өзі дәлелдеп отыр.